Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырманым? Әңгімені тыңдамас бұрын мені жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Құралайдың туыстары келіп, танып, жерлеуге алып кетті. Келген туыстарымен де сөйлестім. Олар да Құралай өжет, адал, шыншыл, еңбекқор, мейірімді адам екенін айтты. Айына бір рет ақша салып, қамқор болып жүргендерін айтады. Балам, сендер ол жауызды табасыңдар, менің ішім сезет. Қызым бостан босқа құрбан болды. Ол ешкімнің ала жібін аттаған емес деп анасы егіліп жылап қолымнан ұстады. Біз іздестіріп жатырмыз, уайымдамаңыз, табамыз дедім. Бірақ өз сөзіме өзім сенбедім. Сонымен Құралайды туыстары алып кетті. Бұл қалай осылай шешілмеген күйде қалама деп ішім күйеді. Титтей бірдеңе табылса ғой, шет жағасы шықса ғой. Құралайдың ісіне қайта үңіліп, әр парағын мұқият оқып отырмын. Лабораториядан алынған парақты тесіліп қайта оқыдым. Ауыз қуысынан, тіс арасынан алынған қан сараптамасы діңк нәтижесі бойынша Құралайдікі емес деп жазылыпты. Ұшып тұрып зертханаға бардым. Зертханадағы маман ойланып отырып, аузында, тіс арасында қан болды. Анықтадық, мәйіттік емес. Қыз адамның денесін тістеген тәрізді. Ол бет, қол, аяқ болуы мүмкін. Бетінде аздап соққының ізі бар. Сол мезетте ұрып жіберген қабағын көріп, мөлшеріне. Әлбетте, жақсы ол дегеніміз қаскөйде жарақат бар. Әрине, әлі жазыла қоймады деп саусағын шошайтты. Сол жара жазылып кетпей тұрғанда тапсақ қой. Егер пластик жасатып әдемілетіп жасырмаса, жазылса да тыртық қалуы керек деді маман. Сәл көзін қысыңқырап, ол пластик жасата қоймас дедім де қош айтысып шығып кеттім. Қаскөйдің бір жері тістелген, қолы болмаса беті. Енді тағы Құралайдың таныстарын іздеуім керек, жұмысына барайын. Қыздармен өзім сөйлесейін деп шештім де Құралайдың жұмысына бардым. Жігіттер Наобені жіберіп алған болар деп те ойладым. Шағын көше қиылысында орналасқан шаштараз екен. Екі үлкен айна орындықтар мен бөлек стол орындығы мен жас қыз тырнақ жасап отыр. Бұрышта қол жуғыш, қасында үлкен шкаф. Бөлменің бұрышы пердемен бөлінген. Сәлеметсіз бе, шаш кестіресіз бе деп перде артынан ұзын бойлы арық шықты. Мен құжатымды көрсетіп Құралайдың ісімен айналысып жүрген тергеуші екенімді айттым. Қайта сұрақ қою, жауап алу басталып кетті. Қыз кезек-кезек Құралайдың керемет қыз болғанын, қамқоршы, пысық екенін айтты. Бөтен досы жоқ, жігіті де болмағанын айтады. Иә, жаңа ештеңе қосылмады дедім ішімнен. Айтыңызшы, жұмыстарыңызда ренжитін келушілер болады ғой. 100-ден бірі болса да, бір адам ренжіген жоқ. Болмады десеңіз мен сенбеймін дедім. Мүмкін келушілердің бірі болар деген күдікпен өзін Алуа деп таныстырған шаштараз қыз аз ойланып отырып, әрине, кикілжіңдер болады. Бірақ біз ұрсысып бет жыртыспаймыз. Азар болса ақшасын төлемей шығып кетеді деді. Алуа иығын көтеріп, клиент всегда прав деген ғой дедім. Солай деп Алуа ойланып отырды да. Құралай өзі келушілердің тез тілін табады. Бұнда мен кейде ұрсып қалам деді, тілін шығарып. Өткенде осыдан бір ай бұрын Құралайда бір келушімен жаман ұрсысқан деді. Тырнақ жасап отырған қыз өзін Сәбира деп таныстырған еді. Сәбира Алуаға қарап, айтыспай ештеңені қалт жібермей айтсаңыз жақсы болар еді дедім. Бар ынтамды қойып, 3 жігіт кірген. Бірмен қатты қалжыңдасып, жөнсіз кекетіп отырды. Екеуі шаштарын алғызды. Шаш алып болғанша Құралайға біресе былай ал, біресе сыпырып таста деп мазасын алды. Үшінші жігіт отырғанда Құралай шашын ұстап көріп, басын жууын өтінді. Жігіт, ала берші, сосын жуам деді. Құралай, кешіріңіз, басыңыз қатты кір екен. Машинкамда кір шаш бүлдіреді деп еді. Қасындағы екі досы күлкілерін тимай, мазақтай бастады. Құрмаш, шаш алғызам деп машинка төлеп жүрме, мә, шашың сонда қаншалықты кір деп қарқ-қарқ күлді. Құралай шашты алмай клиенттің басын жууын тосып тұрған. Ана Құрмаш деген, не тұрсың? Ал шашты деп бақырып жіберді. Неге бақырасыз? Басыңызды жумайынша мен алмаймын. Шынымен басыңызда құм, топырақ сіресіп тұр деді Құралай. Анау екі досы тіпті күлкіден іштерін ұстап, қулауға аз қалды. Құралай оларға қарап, неменеге күлесіңдер? Бұл жерде не күлкілі деді екеуі бәрібір. Күлкілерін тыя алмаған бойы сыртқа шығып кетті. Шаш табылады, алдырғалы отырған жігіт. Сен аласың ба, жоқ па деді түрі сұрланып, көзі қанталап, басыңызды жумасаңыз алмаймын деді. Құралай да тіктене тесіле қарап, жігіт орнынан ұшып тұрып, сен мені аналардың алдында күлкі қылдың деді, тістене Құралайға жақындап. Күлкіге қалдыратындай мен ештеңе артық айтпадым.
басыңыз кір екені рас деп еді. Кір емес, мен күнде жуам деді тіпті тесіліп. Құралай да ашулы зор дауыспен арасы толған құм, лай, маған не істебейсің? Не 2 минуттық бас жуғанға ерініп тұрсың ба деді. Мен құрылыста жұмыс жасаймын. Ойнап жүргенім жоқ деп Құралайдың иығынан ұстай бергенде, Құралай сілкініп қалды. Мен де орнымнан ұшып тұрдым. Менің алдымда тырнағын жасатып отырған үлкен кісі. Әй, сен не ұрмақшысың ба? Мынаны қара. Қазір мен милиция шақыртам деді. Құралай оны жеңнен тартып есік жаққа итеріп жіберді де, бар, құра. Әкірең дейді ғой маған, еңкілдемей жоғал деді. Жігіт сұп-сұр болып қанын ішіне тартып, жаман көзімен Құралайға тесіле қарап, сәл тұрды. Мен милиция шақырдым деп телефон тұтқасын апай көтере бергенде, жігіт шығып кетті. Болды. Құралай біраз ашуланып, әрең өз-өзіне келді. Не деген достары? Жөні жоқ жырқылдап, мына жігіттің намысына тиді деп те айтты. Жалғыз Құрмашқа емес, қасындағы 2 жігітке де ашуы келгенін жасыра алмай. Содан кейін ол жігіт Құрмаш деген келмеді. Құрмаш деген есімі есімде қалыпты. Сирек есім ғой. Көксеректегі Құрмаш есіме түсіп, ұмытпағам. Басқа ондай жағдай болмады деп Сабира сөзіне Сабира. Деп аз ойланып, сіз фото работын салуға менімен барасыз ба дедім. Мен суретшімін. Қазір салып берем деп пара алып, сәл ойланып отырып, сыза бастады. Қуанышымда шек жоқ. Бұл сол болу керек деп ойлаймын. Сабира әдемілеп сол жігіттің, Құрмаштың фото робот емес картинасын салып берді. Алғысымды жаудырып шықтым. Керемет. Қатты қуандым, енді тез рофтыға тарттым. Ойым, жақын маңдағы құрылыс болып жатқан жерлерді тексеру, ең бастысы тістелген ізі бар адамды табу деп жеттім. Жігіттерді жинап суретті көрсетіп, сол аудандағы құрылыс болып жатқан жерді қалт жібермей тексерулерін өтіндім. Суретті көбейтіп, бәрі үлестіріп алып, шығып кетті. Тәулік өтті, таппадық. Ол апта өтті, жоқ. Ай өтті, жоқ. Тіміскілеп тексермеген жеріміз жоқ. Суреттің іздеу саламыз деп барша жерге іліп, теледидардан көрсетіп жатырмыз. 6 айдан асты. Бастығым шақырды. Ерлан, не болды? Құралайдың өлімі ашылам. Іздеп жатырмыз. Басеке, Алматы үлкен қала, құрылыс көп, сол жігітті тапсақ шешілет дедім. Неге сол құрылысшыға жабысып қалдың? Басеке, ішкіт. Сен ондайыңды қой, бұл істі қоя тұр. Басқа да толып жатқан шаруаларыңды тындыр деді қатал дауыспен. Көп болады, бірақ, Басеке, істі жаппай тұрайықшы дедім. Өзің айттың ғой, Алматы үлкен қала, ол қызды кім өлтірді бір Құдайым өзі біледі. Сен басқа жұмыстарыңды қараусыз қалдырма деп қолымен кете беруімді меңзеді. Бастықтың бөлмесінен салым суға кетіп, дәлізбен келе жатып, кезекшінің телефон тұтқасына, сіз кімді көрдім дейсіз? Қандай қағаз, қай жердегі? Иә, теледидардағы іздеу саламыз, иә, қай ауданда екен? Жақсы, иә, түсінікті, қазір барады деп мені қолым бұлғап шақырды. Ереке, анау сіз берген қашқынды көрген адам бар екен деді. Мә, қуанып кетіп, кішкентай бөлмесіне кіріп алып, кім қай жерден көріпті? Дедім. Ой, Алматының арғы жақ ауданынан бір кемпір хабарласыпты. Әкел кім болса да деп мекенжайды жолып алып жүгірдім. Талмасқа хабарласып, оны жолдан ала кеттім. Расымен Алматының арғы басына бардық. Үлкен 6 қабатты үйдің 1-ші қабатына кірдік. Жасы шамамен 75-76-ға таяп қалған кәрі әже екен. Пәтерінің есігін ашып бізді қуанышпен қарсы алды. Бізді жетектегендей ас бөлмесіне ертіп апарып, қоңырау шалғанмен, қазір өздерің көресіңдер, оның дүкенге баратын уақыты болып қалды деп терезені нұсқады. Талмас екеуміз терезеден далаға тесіліп тұрмыз. Ол анау подъезден шығады. 2-ші қабатта біреудің үйін жөндеп жүр. Терезесін жөндегенде байқағам. Құрылысшы, олай дегенім өмірі шаң-шаңлап ақын айтып, суретін теледидардан күнде көрем, бірнеше рет әдейі алдынан да шығып бетіне қарадым. Бірақ деп тоқтап қалды. Біз әжейге қарап, неге бірақ деп қосарлана айтық, оның сол бетінде, мына жерінде домалақ терең тыртық бар. Дегендей менің іші бауырым езіліп кеткендей болды. Анашым. Ол дәл өзі. Айналайын анашым. Не деген мұқият жан едіңіз дедім құшақтап. Әне дед. Ол жайбарақат ештемемен шатағы жоқ кетіп барады. Ана жақта жетім қалған қыз, еңіреп қалған ана. Бұл жауыздың ойына кіріп шықпайды. Адам өлтірдім деген қорқыныш пен сескену де жоқ, тығылып үрейленбейді, емін еркін жүр. Талмас, қазір ұстап әкетуіміз керек, қаруың бар ма дедім жарылардай.
Бар, сенімде жанымда деді. Талмаста қуанышты дауыспен көзі жайнап жүр деп есікке беттеп, әжейдің қолын екі қолымен қыса ұстап алғысымды білдіре тұрып, сіз қаншерді ұстауға көмек еттіңіз дедім. Әжей қабағын шытып, ұстаңдар, қамаңдар деді. Қылмыскер кірген дүкеннің алдын торып екеуміз екі жақтан тұрмыз. Ол баяу басып, қолында пакеті бар, дүкеннен шығып келеді. Алдынан мен шығып, сәлеметсіз бе деп тоқтаттым. Ол бетіме тұра қарап кідірді. Талмас артынан келіп қолын қайырып кісен салды. Сіз Сарсенқұлова, Құралайдың өліміне кінәлі ретінде қамауға алындыңыз дедім дауыстап. Ол көзін алартып бір қаратты, басын салбыратты.